Dostlar, barşalarımızға сәлем. Мен бүгін осындай қызылшада тұз салынатын фруктовый салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Алып бастаймыз. Қазіргі достар, ендігі жасайтын салатымыз бұл фруктовый салат деп айтылады. Оған піскен қызылша болсаңыз, және де алманың қабығын ашып саламыз, және грек жаңғағы, және де мейіз, сметана, тұз болады, және де зелень қосамыз. Осындай бір керемет салат жасап шығамыз қазір. Біз ең бірінші алманы тураймыз. Қабығынан тазартып аламыз алманы. Осылай көбіктеп тураймыз алманы. Екеуін салат деген. Силикода бір қосса болады, екеу қосса болады, әркім адамның санына қарай қоса беруге болады. Майғап шашап отыр. Достар, мен сіздерден өтінетінім, алдағы уақытта көптеген видеолар шығаратын боламын, көптеген рецепттерім өте көп. Мен білетін солардың бәрімен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Бірнеше рецептермен сіздермен бөлісетін боламын. Жаңғақты майдалауымыз керек болады. Бұл тоже қанымда болады. Бұны блендермен де істейтін болады, бірақ мен де осылай. Бұны де жасауға болады, майдалауға болады. Мен бірақ мәселені қолмен жасаймын. Майдалауға керегі жоқ. Жаңғақтар майдалауға жүргені болады арасында. Не получился. Енді жерде светламыз тураймыз.
осылай турап сала беремін. Ол цвет болады. Біреу қоссаңыз да болады, екеу қоссаңыз да болады. Отбасыда қанша отбасыңыз бар, соған қарай бір цветін екеуге берсеңіздер болады. Қазірше менде үйде адам саны аз болғандықтан мен бір свекламен жасап жатырмын. Соның өзінде мол салат болып шығады. Енді сіздер адам саны көп болса, свекладан қосасыздар. Яғни алмадан да қоссаңыздар болады, сол өте мол болып шығады. Енді бұған жуылған мейіз қосамыз, сары мейіз. Және де сметана қосамыз. Негізі оливковое масло қоссаңыздар да болады, бірақ мен енді майонез қоспаймын, оның орнына сметана қосам. Сметана дұрыс болып шығады. Енді үстіне мед қоссаңыздар болады, бір қасық мед осындай. Мед қоссаңыздар өзі вообще тамаша болып шығады. Енді жақсылап араластырамыз. Достар, мен өзімді қолмен араластырайын. Жаңғақ қосылған, алма қосылған, мед қосылған дәмді салат болып шықты. Міне енді осыны ыдысқа саламыз. Үстіне қосуға да болады қазір. Мінекей достар, осындай фруктовый салат, яғни қызылшадан жасалынған алма, грек жаңғағы, қызыл қызылша, сметана, және де анардың дәнегі қосылған салат.